бауыржан момышұлы атындағы орта мектебінің тарихы 1934 жылы Новопуть селосында бастауыш мектеп құрылды. Орталық көшеде орналасқан сынып болды. 1938 жылы Степная көшесінде 7 жылдық мектеп болып қайта құрылды. 1946 жылы мектепке атаңызға айналған Ұлы Отан соғысының қолбасшысы Иван Васильевич Панфиловтың есімі берілді. 1955 жылы Школьный көшесінде жаңа мектеп үйі салынды. 1969 жылы жаңа типті ғимараты салынды. Оқушылар ескі мектепте де, жаңа мектепте де оқыды. Ол кездерде 1600 бала оқып, 80-нен аса мұғалім еңбек еткен. 1992 жылы Қазақстан жауынгер қолбасшы және жазушы Бауыржан Момышұлының есімі берілді. Мен Жамбыл облыс әкімдігінің білім басқармасы Шу ауданының білім бөлімінің Бауыржан Момышұлы атындағы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры Игенбекова Сұңқар Рахметуллаевна. Бүгінгі күнде мектебімізде 80 педагог жұмыс атқарады. Оның ішінде жоғары санаттысы 7, бірінші санатты 5, екінші санатты 12. Ал педагог зерттеушіміз 10, педагог сарапшымыз 10, педагог модераторымыз болса 15. Мектебімізде бүгінгі күні 607 бала білім алуда. Мектебімізде түрлі ұлт өкілдерінің балалары оқиды. Атап айтатын болсам, Әзербайжан, түрік, кәріс, орыс, дүнген, шешен, ұйғыр, армян, поляк. Барлығымыз бір үйдің баласындай достықта өмір сүрудеміз. Дарынды шәкірт білімді ұстаздан дегендей, мектебіміздің оқушылары да биіктен көрінуде. Оқушыларымыз елбасы медалімен және де республика, облыс, аудан, халықаралық олимпиадалардан жүлделі орындарға ие болды. Сонымен қатар мектебіміздің спорт саласынан да көптеген жүлделерге ие болып жатырмыз. Біз білім, ғылым, инновациялар үштігі билеген постиндустриалдық әлемге қарай жылжып келеміз. Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, мектебіміздегі ғылыми жоба жұмыстары көз қуантарлықтай. Республикалық деңгейде ұйымдастырылған ғылыми жоба байқауында мектептің оқушылары жүлделі орындарды иеленді. Мектептің жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектеп сондай болмақшы. Яғни, мұғалім білімді болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі мектепке керегі білімді педагогика, методикадан хабардар, жақсы оқыта білетін мұғалім. Жеңіс мерекесі бейбітшілік сүйгіш бүкіл адамзат қауымының мерекесі. Бұл біздің ең қасиетті де қастерлі мерекеміз. Аз емес зар жылаған егілген жан, аз емес үшкен өмір төгілген қан, кеудеге әлді қасірет салды соғыс, қирады талай арман көңілге алған.
астында күн сөнгенше біргеміз. Қараң қазақ бері кіргеміз, құламаған елміз мүлде біз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Жауған оқтан шықтық құламай, аштықтан да өттік жыламай, бәйтерек боп биік сұламай, майыспадық сынбадық. Сынақ себеп емес кейеуге, тек тазалық болса пейілде, қою қара түннен кейінде таң атады нұрланып. Күздеген біз қаған білгенбіз, құламаған елміз мүлде біз. Көк аспан мен көк ту астында күн сөнгенше біргеміз. Қараң қазақ бері кіргеміз, құламаған елміз мүлде біз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Білгеміз, құламаған елміз мүлде біз. Көк аспан мен көк ту астында күн сөнгенше біргеміз. Қараң қазақ бері кіргеміз, құламаған елміз мүлде біз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз.